Елімізде лашықта тұруға тыйым салынуы мүмкін. Қазақстанда мұсылман әйелдерінің тырнақ, шаш бояуына, кірпік жапсыруына қатысты пәтуа шығарылуы мүмкін. Қазақстандық жас әнші Данэлия Төлешова The Real америкалық шоуына қатысып, жүргізушілерді талантымен таң қалдырды. Microsoft өкілдері Internet Explorer браузерін пайдаланудан бас тартуды ұсынды. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы уақытта Genius'та. Елімізде лашықта тұруға тыйым салынуы мүмкін. Осыған қатысты жаңа заң жобасын үкімет қарауына енгізу жоспарланып отыр. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары Юрий Ильин мәлімдеді. Оның айтуынша Қазақстанның заңына сәйкес үйдің иесі өздігімен меншіктерін халыққа қызмет көрсету орталығы немесе әкімдік арқылы тіркеу керек. Ильин тұрғындардың қауіпсіздік мәселесіне тұрғын үйді соққандар да, оны жалдауға бергендер де және тұрғындардың өзі де кінәлі екенін айтты. Біз республика бойынша сараптама жасаймыз, сосын лашықты пайдалануға тыйым салу үшін заң жобасын үкіметке ұсынамыз, деді Ильин. Ол сондай-ақ Астанада болған қайғылы жағдайға байланысты тұрғын үй иесіне қатысты қылмыстық іс қозғалатынын айтты. Еске салайық, 4 ақпанда Астанада жекеменшік үйдегі өрт салдарынан 5 бала қаза тапқан еді. Ал 5 баласы өртеніп кеткен ата-ана трагедиядан кейін алғаш рет сұхбат берді. Қыздар Астанадағы Көктал 1 шағын ауданында жеке үйдегі өрт салдарынан көз жұмған болатын. Балалардың ата-анасының сұхбаты блогер Тәңірбергеннің YouTube-тегі арнасында жарияланды. Друзья, сразу предупрежу, что то интервью, которое сейчас вы увидите, оно записано без лиц. Абсолютно можно понять родителей, потерявших детей. Я удивлен, как они нашли в себе силы ответить на те интересующие вас вопросы. За эти дни такое количество гнилой и иногда противоречивой информации появилось в сети, что я думаю, что они очень правильно сделали, что сразу от первого лица ответили на все эти вопросы. Өрт балалардың әке-шешесі үйде болмаған кезде шыққаны белгілі. Олардың екеуі де жұмысқа кеткен. Кейінірек желіде отағасы жұмыссыз болған деген сыбыс тарады. Ол блогерге сол түні қайда болғанын айтты. Просто я, когда взял машину в ремонт, по срокам немножко не успевал. На 2 недели опаздывал, поэтому пришлось с ночью идти. Потому что утром машину надо было дать человеку, на линию надо было выезжать. Он теряет по 20 тысяч ежедневно. А там как такового там сервиса нет. Да. Просто подработка, да? Я уже более 20 лет занимаюсь тем, что чиню автомобили. У меня как бы свои наработанные клиенты есть, которые мне доверяют, которые ко мне обращаются, если с техникой какая-то неполадка. Моторист, агрегатчик. Нет, я все. Я сказал, техники больше не повезет. Қыздарынан айырылып өксіп қалған ана енді тек олардың суреттеріне қарап телмірді. Ал балалардың әкесі қанша уақыт өтсе де жанға дәру бола алмайды дейді. Трое. Эти двое всегда вместе, поэтому я их вместе. А им как раз 11, да, было месяцев? Вот это самый старший 12, Альбина, Алина 10, Сабина 5, Илина 3, это Бакуля Бахыт. Бакуля мы ее вижу с собой, ей 11 месяцев. Вот только 11, 3 да? марта ей было бы лет. Сейчас время пройдет, будет легче. Говорят, время лечит, но не лечит время. Просто его слишком мало еще прошло. Да сколько бы его не прошло. Это равносильно, что забить его и выдернуть. А дырка один, черт останется. Естеріңізге сала кетейік, трагедия қоғамдық резонанс тудырып, көптеген әлеуметтік мәселені қозғады. Осы жағдайдан кейін көп балалы аналар қала басшылығымен кездесуге қол жеткізді. Қазақстанда балалар құқығын қорғайтын кеңес құрылды. Үкімет көп балалы аналарды қолдаудың жаңа тетіктерін қарастыра бастады. Сондай-ақ өрттен балалар қайтыс болғаннан кейін төтенше жағдайлар комитетінің бірнеше шенеунігі қатаң сөгіс алып, біреуі қызметінен босатылды. Бұған қоса көптеген қазақстандық еңбек министрлігінің басшысы отставкаға жіберуді талап етті.
Мәжілістің жалпы отырысында Нұржан Әлтаев депутат атанды. Кеше орталық сайлау комиссиясының қаулысымен Нұр Отан партиясының мүшесі Нұржан Бауыржанұлы Әлтаев Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты ретінде тіркелді, деді мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматуллин. Кейін Әлтаев депутаттар алдында ант қабылдады. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның конституциясы мен заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіне жүктелген мәртебелі міндеттерін адал атқаруға ант етемін, деді ол. Сонымен қатар жаңа сайланған депутат парламент мәжілісінің аграрлық мәселелер комитетінің мүшесі атанды. Айта кетейік, Нұржан Әлтаев осыған дейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі қызметін атқарған. Қазақстанда дін ғұламалары тырнаққа маникюр жасау, шаш бояу және жасанды кірпік жапсыру тәрізді мәселелерге қатысты пәтуа шығармақ. Бұл туралы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз қызметінен хабарланды. Кеше елордада бас мүфти Серік Байқажы Ораздың төрағалығымен ведомство жанындағы ғұламалар кеңесінің кезекті 21-ші мәжілісі өтті. Еліміздегі дін ғұламалары маникюр, жасанды кірпік, шаш бояуға қатысты әзірленген пәтуалардың мәтінін талқылады. Одан бөлек желілік маркетинг, телефон және интернет арқылы неке қию сияқты мәселелерге қатысты арнайы пәтуа шығарылуы мүмкін. Алматы әкімі Бауыржан Байбек жұмыс сапары кезінде Алматы 1 теміржол вокзалын аралап көрді. Қаланың меншігіне берілген соң, мұнда биыл реконструкция басталады, деп хабарлайды қалалық әкімдіктің баспасөз қызметі. Мегаполис басшысы вокзалды жаңғырту барысында арзан, бірақ сапалы материалдар пайдаланылуы және заманауи архитектуралық шешімдер қабылдануы тиіс екендігін атап өтті. Мысалы, қайта жоспарлау есебінен күн сайын 11-ден 16 мыңға дейін жолаушы өткізіледі, ал күту орындарының саны 4 есе артады. Бұлардан өзге адамдардың қауіпсіздігі мен жайлылығы үшін келетін және кететіндердің легі екшеленеді. Заманауи конкорлы өткелдер салынып, бұрынғы жерасты жолы кеңейтіледі және эскалаторлар қойылады. Айта кетейік, жергілікті бюджет есебінен 2018 жылы 2 теміржол вокзалының айналасы жаңарды. Жаңа вокзалдардың алды қоғамдық көлікке негізделіп, қайта жасақталды. Қауіпсіздік күшейтіліп, видеокамералар орнатылды. Қазақстандық жас әнші Данелия Тулешева The Real америкалық шоуына қатысып, жүргізушілерді талантымен таң қалдырды. Бұл туралы әнші өзінің инстаграмдағы парақшасында видео жариялады. Жүргізушілердің бірі Калифорнияда оған не ұнағанын сұраған. Қазақстандық қыз Американың дәріханалары ұнағанын айтты. Америкадан соңғы рет кетіп бара жатқанымда олардың дүкендері мен дәріханалары есімнен кетпей қойды. Оларда өмірге керектінің бәрі бар. Маған Elmer's Glue желімдер ұнады. Мен онымен слайм жасағанды ұнатамын, деді Данелия. Тележүргізушілер оның сүйкімді екендігін, америкалық дәріханаларды енді бағалайтындарын айтты. Сондай-ақ олар жас әншіден талантының барын қашан байқағанын сұрады. Данелияның айтуынша, ол Украина дауысын жеңіп алған кезде жасы 10-да болған. Оған дейін гимнастикамен айналысқан, алайда жарақат алған соң ән айтуды қолға алған. When I left America, I missed so much your shops, pharmacies, because in American pharmacies there are everything for life. Yeah. Like Elmer's glue, it was my dream to make slime with Elmer's glue. Yeah. So cute. The simple things that Microsoft өкілдері Internet Explorer браузерін пайдаланудан бас тартуды ұсынды. Компанияның киберқауіпсіздік жөніндегі сарапшысы Крис Джексон Windows IT Pro ресми блогында Internet Explorer браузерін пайдаланудың қауіпті екенін айтты. Оның себебі Microsoft браузерді жаңартуды 2015 жылдан бері тоқтатқан. Internet Explorer жаңа веб стандарттарды көрмейді, яғни ол ескірген. Бірақ көптеген сайт пен сервер браузерді әлі де негізгі браузер ретінде қолданады. Керісінше Google Chrome, Firefox және Microsoft Edge сияқты браузерлер дұрыс пайдаланылмайды. Internet Explorer басқа бағдарламалармен сәйкестендіру үшін жасалған браузер. Қазіргі уақытта ол жаңа веб стандарттарды көрмейді. Қазіргі кезде браузер мүлде жаңармайды, деді Крис Джексон. Microsoft компаниясы жақын арада жаңартылған Chromium базасында жасалған Microsoft Edge браузерін шығармақшы. Ол Windows 10-нан бөлек Windows 7, Windows 8, Mac және Linux'та да қолданылады екен. Әзірге осы, ал сіздердің бізбен бөлісетін жағымды жаңалықтарыңыз болса, төменде көрсетілген электронды адреске жолдасаңыздар болады.